Су тіршіліктің бастауы. Ол жердегі ең қымбат байлық. Жер бетінің көп бөлігін су алып жатыр. Адамдар суды ішу үшін пайдаланады. Онсыз өмір жоқ. Күнделікті өмірде суды тамақ дайындауға және тазалыққа қолданамыз. Жануарлар да суға мұқтаж. Кейбірі суда өмір сүреді. Өсімдіктер суды тамыры арқылы сіңіріп өсу үшін пайдаланады. Ауыл шаруашылығында су өте маңызды рөл атқарады. 1 килограмм картоп өсіру үшін 300-590 литр су қажет. Ал 1 килограмм күрішке 4000-5000 литр су жұмсалады. Өндіріс орындары да өнім жасау үшін суды пайдаланады. Су арқылы жүк және жолаушылар тасымалы жүзеге асады. Жер бетіндегі судың басым бөлігі тұзды су. Тек аз ғана бөлігі тұщы және ішуге жарамды су. Сондықтан тұщы суды қорғау бәріміздің ортақ міндетіміз. Кранды бекітіп жауып, суды босқа ағызбау керек. Ваннаның орнына душ қолдану суды үнемдеудің бір жолы. Өзен-көлдерді ластамау табиғатты қорғаудың маңызды шарты. Егер су таусылса, тіршілік тоқтайды. Суды үнемдеу болашаққа жасалған қамқорлық. Суды сақтайық, өмірді қорғайық.